Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Халық емі миоманы отасыз-ақ кетіруге болады. Емнің керемет нәтижесін 2 аптадан-ақ байқайсыз. Құрметті көрермен, видео басталмастан бұрын бізге лайк басып, арнамызға тіркеліп қойыңыз. Миома жатыр мойынның қабырғасында пайда болатын ісік. Миома миллиметрден сантиметрге дейін өсуі мүмкін. Оны дер кезінде анықтап емдемесе қатерлі ісікке ұласуы мүмкін. Дертті өз бетіңізше анықтай алмайсыз. Саулығын ойлаған кез келген әйел жатыр мойын түтікшесін ультрадыбыстық зерттеуден өткізу керек. Осы аппарат жатырда миоманың бар жоғын анықтайды. Егер жатырда миома болса, оның жағдайына қарай қажетті ем жүргізесіз. Гинеколог мамандар ультрадыбыстық зерттеудің нәтижесіне қарай белгілі бір ем тағайындайды. Одан кейін бөлек үйде мына әдіспен миоманы емдесеңіз болады. Ара желімі. Ара желімі кез келген миоманы емдеуге қабілетті. Оның көмегімен жатырдағы қоятын арнайы тығындар, свеча әзірлеуге болады. Тіпті үйде мынадай тұнба әзірлеп ішсеңіз де керемет ем болады. Тұнбаны әзірлеу үшін 1 литр спиртке 400 грамм ара желімін араластырып, бетін жауып қойыңыз. Ыдысты күн тимейтін салқын жерге қою керек. Күніне 2-3 рет ыдысты қозғап тұруды ұмытпаңыз. Тура 2 аптадан соң дайын болған тұнбаны сүзіп алып, 1 ас қасықтан күніне 1 рет ішесіз. Емделу мерзімі 3 күн. Арада 10 күн үзіліс жасап, емді тағы жалғастырасыз. Осы тәртіппен 5 рет қайталау керек. Самырсын. 1 келі самырсынды жарты келі орман таңқурайының тамырын 1 келі шекер мен жарты келі ара балын кеңдеу эмаль ыдысқа салып араластырасыз. Ыдыстың бетін жауып тура 2 тәулікке тұндырып қою керек. 8 сағаттан соң ыдысты оттағы ыстық суға салып булау жасайсыз. Дайын болған қоспаны ыстық судан алып салқындатасыз. Дайын болған емдік шәрбетті 1 ас қасықтан күніне 3 рет ішіңіз. Емді тамақтанудан жарты сағат бұрын қабылдау керек. Емнің керемет нәтижесін 2 аптадан-ақ байқайсыз. Мумия. Мумия біздің өмірімізде кездесетін кез келген дерттің дауасы. Оған қоса миоманы емдеуге қабілетті. Ем үшін 2-3 грамм мумияны 100 мл суға араластырып, қынапқа шашасыз. Ал тығын дәрі үшін 3 грамм мумияны 100 мл сумен араластырып, дәрі жасайсыз. Оны қабатталған дәкеге орап, қанапқа саласыз. Емді түнде ұйқыға жатар алдында жүргізу керек. Мумиядан дайындалған тұнбаны ішке қабылдауға да болады. Ол үшін 40 мг мумияны 250 мг суға араластырып, бетін жауып қойыңыз. Тура 10 тәуліктен соң дайын болған тұнбаны дәрі ретінде 5 күн бөліп ішіңіз. Бұл емді әрбір әйел жасау керек. Таңертең ұйқыдан тұрған соң аш қарынға жарты стақан картоп шырынын ішіңіз. Емделу мерзімі 6 ай. Күнде орман бүлдіргенін шай сияқты демдеп ішуге әдеттеніңіз. Бұл сусынның да миоманы емдеуге керемет мүмкіндігі бар. Ескерту: халық емін қолданбас бұрын міндетті түрде дәрігермен кеңесіп алыңыз. Құрметті көрермен, егер де біздің видеомыз ұнаса, лайк басып, арнамызға жазыла кетіңіз. Біз сіздерге дәрігерлер айтпайтын күнделікті құпия ақпараттармен бөлісіп отыратын боламыз.